Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін өте дәмді, жылдам дайындалатын чак-чактың жасалу жолын ұсынамын. Ауызға салса еритін, оңай жасалатын чак-чактың бірі. Кез келген мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарға ұсынуға болады. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұн, жұмыртқа, тұз және ас содасы. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сонан соң тұзды саламыз. Ас содасын саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Енді ұнның барлығын салып қамыр илейміз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Бізде сәл қаттылау, қолға жабысқа қамыр дайын болады. Дайын болған қамырдың бетін жабамыз. 10 минутқа бөлме температурасына қалдырамыз. Дайын болған қамырды жұқа етіп жаямыз. Ұнды пайдаланып отырып жаямыз. Ұнды аз пайдалансаңыздар, қамырды майға қуыру барысында көпіршімейтін болады. Жайған қамырды видеодағыдай жіңішке етіп кесеміз. Сонан соң жіңішке етіп кесілген қамырды тағы да ұсақтап кесіп шығамыз. Майға қуыру барысында пішіні тағы да үлкейетін болады. Кесілген қамырды бір-бірінен ажыратамыз. Менің каналымда бауырсақтың ашытқы мен ашытқысы жасалатын, сонымен қатар қворстың жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Ендігі кезекте майды қатты отта қыздырамыз. Дайындап алған қамырдың барлығын пісіріп аламыз. Қамырды аз-аздан салып қуырамыз, көлемі үлкейеді. Араластырып отырып қуырамыз. Қызарғанын күтіп отырмаймыз, сары түске енгенше қуырамыз. Дайын болғандарын қағаз майлыққа саламыз. Барлығын қатты отта пісіреміз. Осы әдіспен қамырдың барлығын пісіріп аламыз. Мінекей барлығын дайындап алдым. Енді қоюландырылған сүтті құямыз. Қаласаңыз мейіз жаңғақ пайдалануға болады. Қоюландырылған сүттің сапалы жақсысын пайдаланып жатырмын. Барлығын ақырындап асықпай араластырамыз. Бұл чак-чак ең оңай жылдам дайындалатындардың бірі. Мінекей достар, өте дәмді, қытырлақ, жұмсақ чак-чак дайын. Мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарыңызға ұсынуға болады. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың сәнін ашатын чак-чакты сізді жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.